This is time for Africa. This time for Africa. Zanzibar. Listen to your God. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them. This is your moment. В общем, экранға жақын отырыңыздар. Мынау қызықты влог болады. Үш ұйықтасам түсіме кірмепті ғой, Африкаға келем деп. В общем, бұл жақтың ұлттық сөзі Акуна Матата. Бізге де бір сөз тауып алу керек екен. Акуна Матата деген прекрасная жизнь деген сияқты. В общем, біз бастаймыз. Бүйтіп аман-есен Арушаға да жеттік. Бұл Занзибардан 1,5 сағаттық жерде. Самолетпен бұл, машинамен емес. Мына көріністі қарасаңдаршы. Әдемі ма? Мына жерді көзбен көрмесеңдер болмайды енді. Аэропорты өте әдемі екен. Жоқ, мына жақ емес. Мына жақ әдемі. Мына жақ әдемі екен. Табиғаты дегеніміз ғой енді. В общем, біз мына самолетпен келдік. В общем, мынау кішкентай екен аэропорттары. Сендегі бәрін көрсетуге тырысамыз енді. Африканың өмірі қалай жалпы. Багаждар міне осылай, қолмен әкеледі өздері таратады. Мұнда 98% мұсылмандар дейді. Сосын нелер аз екен. Андай жабайы тайпада бар, бірақ олар аз. Ақ нәсілді адамдарды өздерінен жоғары көреді. Әлі қанында қақып кеткен. Мына машинадан қараңдар. Ой, мынау тур жасайтын машина екен. Енді бұл жақта да VIP қазақтар бар екен. Машиналардың нөмірлері де деріске қараңдар. Көздің қырағылығы ма? Намасте! Акуна Матата! Жұмаққа кетіп баратқан сияқтымыз. Шындық онау? Акуна Матата! Bro, salam alaikum. No, salam alaikum, no. No? No, salam alaikum. No. Hello. Күштер көп екен, е? Кіші жоқ қылан. Кіші жоқ қыл. Мынандай жерге келдік. Мына жақта не істейміз? Тамақ ішетін сияқтымыз ғой вроде. Мына тайпаның аты қалай, е? Масай тайпасы ғой бұлар. Мынаны ұрасын. Жұмыс тауып алғансың ғой. Кетті давай. В общем, тамақ ішуге келдік. Қызық болайын деп тұр. Abdurrahim. Машалла. Yes, he is Жұма мұбарак болсын бауырым. Juma Mubarak. Жұма мұбарак бе. Мұнан үшін қарасаңдар сендер. Ойбой. Бұл жақтың тамағы қандай екен білмеймін, қазір тамақ ішейін деп жатырмыз. Адам еті жоқ бұнда. Адам еті бермейді шәрі. В общем, менюларында не бар екен көрейік ал. Неге Ахмет па? Ана Куфу Пандада ашады ғой сөйтікті. Сен таба алмайды ғой. Бағана кім сияқты ма? Алмай қалдым ба? Ахи екеуміз киім ауыстырып алайық деп шештік. Бат тұрады ғой. В общем, образды ауыстырып алдық. Стил деген осындай болады ағай. Кеттік жымды. Намаз оқимыз. Сіздерге қиын сұрақ болады мынау. Мынаның арасынан Ахи тауып алыңдаршы. Ахи қайда Ахи? Міне Ахи деді. Наштегі ақшаны алды, сен келді өтші. Алса жоқ ай. Барма салсай, ұят болады. Thank you. Біздің Олжас жомарт шеше. Акуна Матата. Мамбо. Мен бұлардың тілінде сөйлесе аламын ғой. $10.
өліп жеңдер, мороз жеп жеңдер, жарай ма? Мороз жеп жеңдер. Айтасыңдар, ол да сағаларына берді, жарай ма? Келген бәле, жәле барлық осымен кетсін десе. Барлық бәле, жәле осымен кетті. Енді қайда кетіп барамыз қазір? Бұл біздің Африкадағы алғаншы ош. Бұл момент жібермейді ғой. Бір туысқаным көргендей қуандым. Оны аты кім еді ана кісінің? What is your name? Lazaro Yusuf. Yusuf. Yes. Yusuf. Yusuf. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Choosing your battles. Қалайсыңдар балалар? Не соқ қалай? Мен бывшиларым жүр ғой десең. Несіне жамандайым, кезінде жүрдім ғой. You know it's serious, we're getting closer, this isn't. Ой, бой. Сигналдан музыка істеп тастады ма? Мамбо, саранге. Жаман тәттәтті ғой. Сен сүйкімді жіліктеп тұсаң келеді. Біз Африкадамыз. Африка жаймай жағып жатыр енді. Тамақтары жақсы екен, жеуге болады. В общем, осындай ақ нәсілді адамдарды көрген кезде олар ойлайды екен бай деп. Сосын любой товардың, продукттың бағасы қымбаттап кетеді екен автоматически. 3-4 есе. Мына короче үстіміздегі мына киімді, мынаны, екі шляпаны Нұрсұлтан екеуміз $250 алдық. 125 мың теңгеге алдық. 125 мың теңгеге қолны киінесің ғой негізі Қазақстанда. Саудаларын жүргізіп кетейік деп сол, Біз арқылы экономикасы көтерілік кішкене. Listen to your guide. В общем, мынау примерно Масай тайпасы дейді, бірақ бізді емізіп жатқан сияқты мыналар ше. Қою сүттен 6 миллиграмм. Актер бизнес қылып алған сияқты, мына түрлері ұқсамайды. Бәсе? Сопа. Do you speak in English? Yes. Good. Do you speak English? Good. Бауырларым, жақындарым. Беремін мен сендер үшін бәрінде. О, мыналарда болмайды. Girls, yes? No. Білlah, перек арырды ғой. Мыналарында берген ақшаға ішіп жүр ғой. Ішпендер жігіттер ят болады. Ахи. Нахи. Похи. Yes. Ахи. Нахи. Похи. Бісмілла. Өздері күлмей ме осы тірліктеріңе? Африка қызық болып жатыр, good. В общем, Ахи кіріп кетті. Бүгіннен бастап ол қазақ емес. Біз бір аптада мал болып кетеді шығармыз. Шотам! Олдас, шашақ болмы ғой? Олдас, ана кісімен шығам. Мен жарсақ екен. Ахиға соперник! Мына тәтелер жаман қарап отыр бізге ше? Нашид. Қара терге түстік. Ысықта көтті ме? Ысық ше? О, әпшем қырындап атыр әпшем. Әйелім бар мен, кешімдір. Басқа бір локацияға келдік, қазір неме істейміз білмеймін. Жаңа типа тренировка істедік па, бірдеңе істедік. Онша қызық болып жатыр. Ауылдарына кіріп барамыз, кетіп жүрміз. Жанама, братан? Жанама? Біліп тұреді, түсінеді қазақша. Қолдар нажақ болып кеткен шығар уже. But we don't have way to cross this because we get a rain.
So grass is wet. That's why. So we have making that. Elimizde aman bol halkım halkım benim. Birlik olsun elimde, birlik olsun elimizde. Aman bol halkım halkım benim. В общем, жақсы шықты. Апа нешедесіз? Okay, so Жамбы. Бата беріңіз. Батамен ел көгереді дейді. Жаңбырмен жер көгереді дейді. Жаңа жаңбыр жауды. В общем, үйге қонаққа кірейін деп жатырмыз. Келгеннен кейін нан ауыз тиіп қайтыңдар деп жатыр да. Жүр. myself, when I go for ascent mountain, I'll go to cut the wood, then I bring it home, and the women is coming to prepare to building the houses. And I'll see that I had to have like a two part. One part here, this bed for sleeping. Another side here, this kitchen for cooking. Must say people's nomadic life. Sometimes we move another place, but we look like which places cows see get grasses and which places cows see get water. That is why, as we are not making like a very big houses, we just quickly make like short houses or very small houses, because we stay here for a few months and then we move to another place. Thank you, brother. Thank you. Are you brother from another mama? How many children? 7. 7. И 7 баласы 1, бар. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еба 7 баласы бар екен. Ой, әкел әпчи бер, әпчи. Әкел әпчи бер. Шына кішкентайынан ұзын ғой, аман кел. Мына тайпаның мектебі ғой балаларының. Ойлаңдаршы, балалары осындай жерде оқиды, білім алады. Аллаға шүкір. Мыңда бір шүкір. Қазақстанда туылғаныма. Бірақ сендер бақыттысыңдар. Ой, сен, жаным, атың кім? Ей, тап-татты ғой мана бала. Ей, жаным, тап-татты ғой мана. Жаным, сүйкімдісің ай. Машалла. Жаным жөйді. Жоқ, тиіспейм. О, Аллахи тиіспейм. Әшейін амандасам. Сәлем десем болды. Қара. Пока. Пока. Давай, ай, хай, қараңдар. Пока. Аллаға шүкіршілік етіңдер. Өз елдерің бар, амана сенсіңдер. Жейтін ішетіндерің бар. Аллаға мыңда бір шүкір. Жоқ деп көп налимыз ғой. Бірақ шүкіршілік көп болған сайын Алла Тағала қалай берген білмей аласың. Құранда айтады, Алла Тағала айтады, егер сендер Алланың сендерге берген нығметтерін санасаңдар, сендер оның түбіне жете алмайсыңдар дейді. Осы видео дәлел бізге, что не берілген нығметтер өте көп, өте. Нарина. Нанида. Нанида. What is the name? Короче, біз магазинде бар атырық. Жаным сүйкімдісің ай. Ой, мына жер маркет, айдала. Райно. Қолдан жасаған екен. Қараңдаршы, бояп, әдемілеп, ағаштан күшті қылып жасаған. Піл, бегемот, жирафа, әйел, мықты әйел образын алып шыққан. You take one? Yes. You buy one? Take this. Yes. Так, бұлар осындай. Okay, look, but take this one. Okay. Короче, мен қорқам мен. Мыналардың қасында жүрмесем. Мына осы тайпаның магазині екен. Осы жерге туристер келсе, сауда жасайды. Бұл көмек болады, короче, осы тайпаға. Бұл жерде барлығы почти өз қолмен істеген дүниелер қараңдар. Бәрі өз қолдарымен істеген, браслет бар, неше түрлі бар вообще. Мынаны қара. Мынау жылқының құйрығы ғой, примерно. В общем, ойнадық, секірдік, енді қайтып барадық. Аллаға шүкір. Отельге барамыз қазір. Әлі отельге орналасқан жоқпыз. Келгелі самолет, жүру, ұшу, в общем, сол болып жатыр. Мына машинамыз біздің зор ма? Wait, stop. Okay? No, we got it. We'll take some banana. Бүйтіп, Арушадан 1 сағаттық жерде бір қалаға келдік. Карату Сити деген жерге келдік. Ертең Алла қаласа сафари, yes? Safari. Ертең таңғы 6-тан бастап сафариға барамыз. Мынау бар мен ресторан. Вау. Осылай. Мыналарда бірақ свет сәл қиын екен. Осындай комната біздің. Thank you, brother. Kuna Matata. Акуна. Общага ғой, в общем, айтқан. Ертең Алла қаласа таңертең 6-та тұрып сафариға бару керек. Влог ұнаватса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймыз. Біз жолдан қатты шаршадық, шыны керек. Ұйықтап демалып алайық. Қайырлы түн. Қайырлы
Алан қазақ елі. Біз сафариға жолға шықтық. Good morning. Мына қараңдар. Мыналар жуынады даже таңертең, ойлаңдаршы. Ал Бека, сен не істеп отырсың, айтшы? Алан қаламен сафариға жолға шықтық. Мына жер туристарға арналған. Мына біздің артымызда тұрған сафари. Мынаны көзбен көрмесеңіздер болмайды. Шешсе, ашке шешіп қараса. Кейбір деректерге қарағанда аватар осы жерде түсірілген екен. Ауырды ғой. Осындай керемет көріністе, осындай керемет жерде өзіміздің отандық суымыз, зиги суымызды ішіп жүрміз. Зәм-зәммен. Африкада сусыз невозможно. В общем, қызықтар енді болады. Біздің бірінші күніміз кеше өтті. Бүгін екінші күн. Әлі бір 4-5 күн боламыз ғой мұн жақта. Бізді не күтіп тұр екен, бірге көреміз енді. Мынау деген ойдақ өзі. Мына Ахиді жалғыз қалдырмау керек, опасно. Ребята, вы из Казахстана? Да, мы из Казахстана. Я тоже. Вы? Но очень давно, из Алматы. Очень давно, я 30 лет приехала. Сейчас будем. В Чехии. Чехия. Алматыдан екен әпшеміз. 30 жыл бұрын көшіп кетіпті. Это наш собственный кола. Ой, спасибо вам большое. Это наша кола Зиги кола. Зиги Кола. Зиги кола. Зиги Кола? Может, попробуйте или дегустацию там делаем. Мы возьмем с собой. Удачи вам, ребята. Вам тоже. На холодную только пейте, хорошо? Обязательно. Спасибо Удачи. Хорошего вам сафари. До свидания. Вам тоже. До свидания. Пока. Мына қыздарды дәметіп қалды, әкелейін ба? Көтің кіші болды, өзіміз ішеміз. Болып жүндер кеттік. I've been around the world in the pouring rain, feeling out of place, I'm feeling strange. Take me to a place where they know. Аман есен үйтіп-бүйтіп бір жарым сағатта келдік мына жаққа. Мына жерде толған жануарлар, алдымызды қараңдар. Зебралар жүр, арыстан, ұрғашысы. Көрдіңдер ме не? Check it out, I'm about to do my thing. King of the floor, king. Мына сафариға жеткенше қаншама масай тайпасын көрдік. В общем, керемет вообще. Нағыз сафари, нағыз Африка осы міне. Біз мультфильмнан көретін едік қой бұрында, Король Лев деген. Сондағысы ғой вообще. Туристер өте көп. Ё-моё, мына прям четко көрініп тұр ғой. See, I've been traveling forever, but now that I found a home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever, but now that I'm home, feels like I'm in heaven. Бұл влогтың мақсаты сіздерге бір мотивация болсын деп, сіздер де біз сияқты ел көріп, жер көріп. Ойбай, артында зебра тұр екен ғой, қараңдар. Мынаны қараңдар. Африкаға көбісі келе бермейді ғой. И бұл жаққа виза жайлы айта кететін болсақ, в общем, билет аласыздар, страховка істетесіздер, болды. Визаны мына жаққа аэропортқа түскеннен кейін $50 бір адамға істетесіңдер де болды, смело жүре бересіңдер ғой. Что-то махи ұнап жатыр ма саған? Өте қатты, алхамдулилла. Өте күшті. Білесіз, осындай тіршілік иелері бар да? Біз білмейтін, біз көрмейтін ба? Мына жер TikTokқа кету керек қой, в общем, мощно. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours Дәл par осы жерде Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде былай деп айтады. Лұқман сүресінде Астағузу биллах. Аза халиқуллах. Бұл міне мына нәрселердің барлығы Алланың жаратылысы дейді. Фаруни маза халақаллазина мин дуни. Ал сендер Құдай санап жүргендерің не жаратты дейді. Вот Алла Тағала көрсетіп тұрып сұрақ қойып, бұл Алланың жаратылысы. Сендер Құдай деп ойлайтындарың не жаратты деп сұрап тұр. Мына нәрселер қалай өзінен өзі пайда болған деп ойлайды. Қай топас өйтіп ойлайды. Миының шарығы түсіріп қалған. Алла Тағала да жерді жаратқан кезде 6 күнде жаратты. Бірден жаратқан жоқ, бум етіп шыққан нәрсе емес бұл нәрселер. Алла Тағала 6 күнде жаратты. Бұл дегені әрбір нәрсе өз уақытымен болады. Басыңа қазір сынақ түсіп жатқан шығар, или бір нәрсе болмай жатқан шығар, бір бизнесің ұқсамай жатқан шығар, перзент жағынан болмай жатқан шығар. Алла Тағала соның барлығын біледі, көреді, өзінің даналығымен, хикметімен не істейді, өз орнына қойып қояды. Бірден бола салмайды ғой. Егер барлық нәрсе бірден болса, мына 18 мың ғалам,
Қазір біз көріп тұрған жер, жануарлар, оның ішінде құрт құмырсқа, ары қарай 7 қабат аспан барлығы бір сәтте жаратылатын еді ғой. Олай емес. Значит, әр нәрсенің өз уақыты бар. Бізге дәл қазір осы жерде болу бұйырды ма, осы уақытта. Значит, біз оны ойлаған да жоқпыз ғой, бірақ Алла Тағала бізге бұйырды. Тура солай. Аллаға шүкір. Қазір мен 22-демін. Ақи нешедесің? 32-де. Бізге осы жерді көру бұйырыпты. Қай ата бабамыз отандық өнімді Африка әкеліп ішкен айтыңдаршы. Бисмилля. Мына влог енді ораза уақытында шыққаннан кейін айып етпейсіздер біздің су ішіп жатқанымызға. Біз бұны оразаға дейін түсіріп жатырмыз еще. Алла қаласа 2 күннен кейін ораза басталады. Біз де ауыз бекітеміз. Так что ренжімеңдер. Зеге сумен ауыз ашуды ұмытпаймыз. Зәм-зәм қосылған. Фламинго көруге келдік. Мына жерде енді қараңдар. Бегемот бар, фламинго бар, сосын піл бар, крокодил бар. Фламинголар вообще әдемі көрініп тұр ғой. Жануарларға да еркіндік керек те, міне көрінді ме? Біз сіздерге барлығын жақын кадрмен әдемілеп көрсетеміз, чтобы сіздерді көргендеріңіздей. Бірақ бұны көзбен көргендей болмайды. Мынау анандай емес па, аузына қаншама балық толтырып алатын құс ше. Сендерге жақын кадрдан көрсетейік ал. Что-то аты таныс екен, е? Бірінші рет көріп тұрмын. Нағыз витамин. Зияны вообще жоқ. Эко плюс 100% натурал. B3 витамині бар. B3 деген ол сенің иманыңа пайдалы екен. Бұны жейсің, таrawihтан алдын 2 рет. Таrawihтан кейін 1 рет жейсің, сонымен ұйықтайсың ғой. Натуральный продукт, химикатсыз. Міне мынандай алмадан мынандай чипсы шығарған ғой. Зеги чипс. Кімнің ойына келгені чип, мынандай чипсы болады. Мен өте көп мемлекеттерді араладым. Біраз президенттермен отырдым. Тамақтары натурал емес. Біз әлі бұл жердің 100-ден 10% көрдік қой. Біз қаламыз ау деп жатырық. Мынаны қараңыздаршы, пілді. Не деген үлкен жаратылыс. Бұл пілде Құранда келген піл оқиғасы болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи туылмай жатып 40 күн алдын піл оқиғасы болған. Ол Абраха деген бір залым патша болады. Ол тұрып Меккеге бастырып кірмекші болады. Енді Мәкка деген сөз Құранда бар, и Бәкка деген нәрсе бар. Мәкка мен Бәкка деген сөздің мағынасы Бәкка деп айтылады ғой. Не үшін Бәкка деп айтылады десе, ол анау басын жұлып алушы деген мағынаны білдіреді ғой. Кімде-кім Меккеге жаман ниетпен келсе, ол оған Мекке емес Бәкка болады ғой. Яғни оның басын жұлып кетеді. Абраха тура сондай ниетпен келіп Қағбаны бұзам дейді, бұзамайды. Ана пілдердің ішінде ең алып піл болады, аты Махмуд болады. Сол пілдің аяғы тартпайды ғой. Найза алып шанышса да Қағба жаққа жүрмейді. Артқа қарай тартса артқа қарай жүреді. Алға қарай жүрейін десе жүрмейді ана піл. Найзамен қинап соңында пілді жіберіп жібереді, піл қашып кетеді. Сосын аспаннан әбәбил құстар келеді. Қазір көптеген нелер бар, адамдар бар. Кішкене құс көрсе мынау әбәбил құсы деп айтады. Әбәбил құсы жоқ. Ол Алланың әмірімен бір ақ рет қана келді, миссиясы соны орындады, сонан кейін жоқ. Қай жерде екенін нақты Алла ғана біледі. И біз қазір пілді өз көзімізбен ешқандай тосқауылсыз. Мына жерде ешқандай не жоқ, бөгет жоқ. Ана жерде жүр ғой. Кәдімгі Африканың қақ ортасында отыр ғой, кіндігінде. Үлкен мықты жаратылыс, е? Ең алып жаратылыс, тышқаннан қорқады деген болмаса, так нормально жігіт қой негізі. Нормально жүріп қоятын жігіт қой. Еба, ана баласы ғой. Ё-моё. Шу. Көрдік, арыстан. Субханаллах. Алланың жаратылысын қараңдар. 2 әйелі бар екен, 1 баласы бар. Арыстанның өзі. Адамдар бәрі соған очередьте тұр. Қарап, таңғалып, осылай тұрмыз короче. Қандай табиғатта. Арыстанды көріп отыр. Тістерін қарашы. Йо. Хай. Қыз сүйкімді қыз екен. Жаным. Арыстан керек емес. Маған осындай қыздар көрсетсе болды. Короче, маған осы жылдан қалмай үйлену керек, а то көрінген қызға ғашық болып отырмын. Вообще
адамды көрдік прям жақыннан. Өте керемет чувствоны айта алмаймыз. Енді біз қазір баратын жерді көресіздер де, вообще ауыздарыңыз ашылады. Сіздермен қоса біздің де аузымыз ашылады деп ойлап тұрмыз енді. Где-то бір 3-4 сағат жүреміз. Осы көлікпен, осы жолмен. Давайте, оңай емес. Бір жағынан шаршайсың, бір жағынан демаласың. Осындай көріністі көріп демаласың. What's up, Kazakhstan? It's your boy DJ Jam, the official DJ of the West, representing Big Snoop Dogg, Dr. Dre, and the whole DPG fam. And right now, you're in the mix with my man DJ Pooza. Peace. Қазір мен балама жұмыртқа жапшы аузыңды. Қазір мен балама жұмыртқа ашып берем я балам я. Ол жас балам, мықты бала. Ол қазір жұмыртқаны жейді. На. Апа. Жемеймін на. 3,5 сағат болды, әлі жүріп келе жатырмыз. Әлі 1,5 сағат жүреміз, прикиньте. Жаңбыр құйып кетті ғой. Riders on the storm. Riders on the storm. Бүйтіп жеттік ау әйтеуір. Міне мынандай жерге келдік, қараңдар. Мынау ма біздің вилла? Мынаны қараңдар. Былай кіреміз. Алматы демалас қала. Аль-Фараби мен жоғарыдан асты. Бизнес-класспен пласкар. Алматы азарт, Алматы басқа. Алматы демалас қала. Мына дауыс естіңдер. Естіңдер ма? Вау. Короче, мына баланың аты Джеймс Бонд. Осы мен қазір жарысайын деп отырмыз. И бұл осы виллада істейтін бала ғой, короче. Қазір жарысамыз. Окей? Ready, go! Non, rien de rien. Ай, таяна. Әке мен жүгіріп. Тамам құладым. Қазір көрсем қаға жүгіру керек. 3. Salto encima. And WBWC. Kalay Yekin. My friend, Kalay Yekin. What is this? Kalay. This is a good man. Yes. I was just practicing with him, and I have seen he does well. Жақсы екен дейді. Белі жақсы екен дейді. Okay, let's go. Like this. Whoa, very Aka olsun sen istesene давай. Қуасын бермем. Precaution. Go. Ой, бәйші. No, маймыл отырса. 3. Yeah. Come on. Come on. عبروي بسم الله توكلت على الله سبحان الذي لا حول ولا كيس جو كيس қоңғошнан қоңғош қол жамандысың ғой мынаны не мынандай приколым бар менің қара 3 Ой. Мә, мықты екенсің, ё-ма. Come on, go. 1, 2, round 2. Давай, қара енді. Ready, go. 1, хоп. Фуаба. Go. James Bond жақсы жігіт екен. Молодец. Thank you. Ертең азан намазын шейтеміз. Жүріңдер. Көремін қасымнан өткенде қайталай беремін сүйемін сені жаным сүйемін сені мөлдір көзіңді тәтті сөзіңді қинадың мені баяғыдай сені сүйгім келеді баяғыдай о аби папа Señor papá, ute papa ute papa ute papa ute. В общем, бұл біздің алған вилламыз бір күнге $3000 жалдадық. Ішіне 4-5 адам сияды. В общем, потолок болайын деп тұр. Рум-тур жүріңдер кеттік.
В общем, мына вилланың іші потолок екен. Мынау ақ екеуміздің комнатамыз, жүріңдер. Көргенде тақылдат жарай ма? Бұл семейне отбасы. В общем, мына біздің комнатамыз. Thank you, brother. Okay, thank you. Goodbye. Мына біздің төсегіміз, бір түсіріп қойшы әдемілеп. Душымыз осындай. Біз түсіріп жатқан блог қалай ұнап жатыр ма? Бұның барлығы не мақсатта түсіріліп жатыр? Құрметті оқырмандар, сіздер бұны тек қана телефонның, телевизордың ар жағынан емес, өздеріңіздің көздеріңізбен көруге мақсат қойыңыздар. Біздің мақсат сіздерге мотивация беру. Менің жасым 22-де. Ал Ахи, сен нешедесің? Нормально жас. Нормально жас. Бізге осы жасымызда Алла тағала өзінің кереметтерін көрсетуді нәсіп етіпті. Аллаға мында бір шүкір. Біз көрген, біз көрмеген әлі қаншама сұлу әдемі жерлер бар. Соның барлығын Алла тағала бізге көру үшін берді. Жаңа влогтың басынан бастап осы уақытқа дейін көрген нәрселердің барлығын Алла тағала бізге көру үшін жаратты. Сондықтан ақша табыңыздар, ақшаларыңызды осындай саяхатқа құртыңыздар. Себебі бұның барлығы естелік. Ертең Алла қаласа Ахи екеуміз қартайған кезде балаларымызға немесе өзіміз көріп отырамыз. Бала, мен сені жақсы көремін. Уже айтып қаласың ба? Нешінші балаң? Білмеймін, бірақ точно некеден десең. Бұл біздің ұрпағымызға 2026 жылдан жалынды сәлем. Біз қазір 22 жастамыз. Жаспыз. В общем, сендердің әкелерің осындай болған. Сөздің ашығы. Сендер де көп ақша табыңдар, біздерді саяхатқа жіберіңдер. Бағана Олжас айтқандай, Алла тағала бізді мына нәрселердің барлығын телевизордан или біреудің YouTube каналынан көру үшін емес, өзіміз өз көзімізбен көру үшін жаратты. Сол үшін Алла тағала Құранда айтпай ма, жер бетін шарлаңдар, аралаңдар, Алланың сендер үшін жаратқан нәрселерін көріңдер. Ең қызығы, Алла тағала мына жаратылыстардың барлығын жаратып, адамзаттың қолына беріп қойды. Адамзат барлық нәрсені басқара алады. Самолетпен ұшу, кез келген техниканы басқару, тіпті жануарларды қолға үйрету сынды барлық нәрсе адамның құзырындағы нәрсе. Алланың құзырында, бірақ оны адамдарға бағынышты етіп қойды ғой. И осы нәрселерді білген, түсінген халде жер бетінде даңдайсынып, тәкаппарланып, немесе бағанағыдай Алланы жоққа шығарып жүрмей, керісінше осы нәрселерді Алла мен үшін жаратты ғой деген сезім болу керек адамда. И ол сезім қалай шығады сенде мысалы? Ол нәрсені сен қалай түсінесің десе, исламда тафаккур деген нәрсе бар, ойлану. Именно ойлануды Пайғамбарымыз саллаллаху сахабаларда ойлану туралы өте көптеген нәрселер айтқан. Тіпті бір сағаттық ойлану Алланың жаратылысы туралы, Алла тағала мынаны не үшін жаратты екен деген ойдың өзін бір сағат отырып, жаратылысқа қара, тауға қара, ағашқа қара, құсқа, маймылға, адамға, барлық нәрсеге қара и просто ойлан. Алла бұны не үшін жаратты деген осы ой сенің мынау басыңда болып, осыны миыңмен ізденесің осы сұрақты. Сен осы бір сағатың 1000 жылдық құлшылықтан артық Алланың алдында. Сен себебі Алланы өз мынау миыңмен, өзіңнің ақылыңмен іздеп жатсың. Қазір бізде көпшілікте фанатик қой негізі исламда. Келгенде негізінде шынымен біреу бір нәрсені естіп алады да содан қатып қалады. Фанатик. Бір жақты сахабаларда мына қысқаша нәрсе айтып кетейін, что полезно болу үшін. Сахабалар мен біздің айырмашылығымыз шынымен жер мен көктей. Себебі олар бір нәрсені естісе, оны ақылға салып ең біріншіден, кейіннен ол нәрсені қатты да жеңіл де алмайтын болған. Қазір біреуге сен намаз оқы десең, ол намазға қатты тұрып алады да, намаз оқымаған адамды кәпір деп санауы мүмкін. Немесе хижаб киіп алады да, хижаб кимеген адамды өзінен төмен санауы мүмкін. Ол ондай нәрсе емес. Хижабқа, намазға қатысты, жалпы исламға қатысты нәрселердің барлығын адам орташа деңгейде қабылдау керек. Дінге қатты берілсең, діннен безіп кетесің. Дінге жеңіл қарасаң, діннен шығып кетесің. Кез келген нәрсенің ең ортасы жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху кез келген амалдың ортасын ұстанған. Сен де мысалы бір нәрсені естідің ба, сол нәрсеге қатып қалып емес, керісінше сол нәрсенің ортасын ұста. Бұл әңгімелердің барлығы не үшін? Қазір ораза айында сіздер бұл влогты көріп отырсыздар. Ауыз бекіткен жандар болса, рухани бір имандарыңызды бір көтеріп қойып дедік. Сіздерге пайдалы контент болып жатыр деп ойлаймыз. Біз алған бұл вилланың бағасы $3000. Теңгемен шаққанда 1,5 миллион теңге. Бір күнге. Бисмилля. Біз сенбейміз. Бірақ қалаймыз. Сол себепті біз мынау отандық өнімімізді әр шетелге барған сайын алып кетеміз. Шынымен де елге пайдасы тиіп жатқан отандық өнім. Бұны қалай қолдамаймыз? Мен мысалы осы компанияда жұмыс істейтініме қатты қуанамын. Себебі бұл компания шынымен патриот. Және де тағы да бір плюс ақпарат біліп жүріңіздер. Рамазан айында Зиги-Загидің барлық өніміне зәмзәм қосылады. Машалла.
Ал зиги суға ораза біткеннен кейін де зәмзәм қосыла береді. Соны ескере жүріңіздер. Машалла. Мен де бірінші естіп отырмын. Қазір естіп отырмын. Қойшы? Иә. Давай. В общем, біз ұйықтаймыз. Давай, қайырлы түн. Қайырлы түн. Влогты до конца көріңіздер. Бірандай адуши көріңіздер, мән беріп, не түйдіңіздер, сосын соңында комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл кішкене бірандай душевный әңгіме болды. Қыдырыңдар, жүріңдер, көріңдер, өмірді рахатпен сүріңдер. Қиындатпаңдаршы өмірді. Кеттік. Бізде де сынақтар бар негізі. Біз көрсетпейміз просто. Біз көбісі ойлайды, о біз шынымен андай байдың балдары или просто так өмірлері жеңіл или джекпот болып кетті деп. Бізде де қиыншылықтар бар. Мен осы жерде отыру үшін мен 7 жыл видео түсірдім. 2018 жылдан бастап. Ойлаңыздаршы. Мен әкем жоқ, мен анам бар болды, інім бар, апам бар. Біз шалқып балқып өмір сүретін отбасыдан емеспіз. Бірақ Аллаға шүкір ел қатарлы өмір сүріп, нан мен майымыз столымызда тұратын отбасымыз болды. Біз сол еңбектің, шүкіршіліктің арқасында осындай дәрежеге жеттік. Бізді ешкім келіп, ақшаны бетімізге лақтырып, бар видео түсір, мынау саған аппаратура, мынау саған деп. Қазір енді блогерлар көбісіне ұнамайды. Әркімді блогер деп санай бермеңіздер. Біз туралы қысқаша просто біз шынымен қиыншылық көрдік, бірақ оны көрсеткен жоқпыз. Ол өзіміз үшін. Әркімнің қиыншылығы, әркімнің сынағы өзі үшін. Оны сыртқа шығарып, адамдардың проблемасы жетіп жатқан кезде өз проблемамызды айтып емес, керісінше адамдардың көңіл күйін көтеріп, оларға пайдалы болып, оларға бір пайдасы тиетін дүниелер істеу арқылы өзіміз де сол нәрсемен кішігірім халықтың арасында танылып, халықтың қошеметіне бөленіп жүрген адамдарымыз. Ешкімге зиянымыз жоқ, жаман нәрсені жарнамаламаймыз, біреулерді қораға тықпаймыз. Әйтеуір Аллаға шүкір, Алланың алдында да, адамдардың алдында да түзуіміз. Ең басты мақсат сіздерге пайдалы болсақ болды. Все, аман болыңдар. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Қайырлы түн. Давай. Что там қыздар дайын ба? Есалам ғой, есалам. Қайырлы түн. Бұның екі аты бар. Ахи, сосын похи деген. Қазір похи болды. Мынандай күлкі естісеңдер, ол похи. Бағыз аты батса, ол ахи. Рамазан айында шайтандар кісенделеді. Сол үшін абайлап жүріңіздер. Алла қаласа таңертең мынандай вид болады. Сіздерге переходпен көрсетейік. О, бисмилля. Таңертең тұрасыңдар, ойлаңдаршы. Міне таңғы сағат 6:30. Осылай жирафтар барлығы осы отельдің алдында жүреді. Оны тамақтандырдық, адуши. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Мінеке, осылай жайылып жүреді, ойлаңдаршы. Жирафтар бар. Манга. Не дейсің осы орайда? Жүріңдер, қыдырыңдар, жер көріңдер. Біз оны айтып салып кеше. Осы орайда қызға барыңдар онда шеше. Жаман екен ақиым. Потолок болды. Біз в общем қазір қайда баратыр деп ойлайсыңдар? Біз қазір арыстанмен видеоға түсуге бара жатырмыз. Еще қандай арыстан? Аппақ арыстан ғой, прикинь. Менің пилім құсаған аппақ арыстан ғой. Ойбай. Біздің ан жақта вилламыз, мына жерде басқа адамдардың үйі, осылай жирафтар жүреді. Сол себепті бұл вилла $3000 тұрады. Не кажется стоит? Эмоция. Қорқып жатыр ма? Оны сипайсың ғой еще. Қой. Қазір, короче, ана арыстандарды біздің жанымызға жібереді. Ойлаңдаршы. Енді қайткенмен де хайуан ғой, сенім жоқ. Бірақ көреміз. Ана жерде не аппақ арыстандар көрсін ме? Екі арыстан. Ұрғашы, біреу еркек. Ош, келеді. J'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Короче, қазір арыстанмен видео түсіріп отыр, олжас түсті. Мен жаман қорықтым бар ғой жақындарында. Кәдімгідей көтім шапалақ ұрды ғой мен. Сен потолок жүрдің. Йо, менен қараңдаршы, денем мурашки басып отыр. Көтім шапалақ ұрды ғой. Мінекей, не себептен $3000 тұрады бұнау вилла? Таңертең тұрасың, жануарлар есік алдында жүреді, тамақтандырасың, видео фото жасайсың. Сосын осылай арыстанмен әкеліп, саған арнайы өздері видео түсіріп береді. Керемет емес пе? Бұл енді андай жабай арыстандар ғой, бірақ үйретілген. В общем, өзімізге күшті видео түсіріп алдық. Рахатынай. Шүкір Аллаға. Қатты қуаныштым. Мен де мәзбін. Йо! Таңғы ас ішуге бара жатырмыз. Енді сәл шыбын шіркей демесеңдер, бәрі тамаша.
Міне мына үйді алсаңыздар тоже алдына бүкіл жануарларды әкеп береді сендерге. Бірақ мынандай үй ала салу керек еді, Иә. Короче, бір айырмашылығы, сіздер Қазақстанда билет төлеп кіресіздер ғой, ана зоопаркқа. Ол кезде сіздер жануарларды көруге барасыздар. Ал сіздер мұнда билет төлеп кірсеңіздер, жануарлар сізді көруге келеді. Ай би. Керемет істеген, иә. Міне қараңдаршы, үйдің жанында. Мұнан тек қана Африкада көресіздер мынандайларды. Мыналар толпой жүгіреді ғой. Иә, бұқалар Алланың жаратылысы. В общем, қазір вообще четкий тамақшин. О, зебралар келе жатыр мына жақта. Ойландашы, мына жерде зебра біздің үйдің алдында. Сендерге көп рахмет жігіттер. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you. Молодцы. Акуна матата. Акуна матата. You're welcome, Africa. Thank you. Welcome, welcome. Bye bye. Кел. Міне қараңдар. Мүйіздері кіріп кетіп жүрмесінші? Африканың сафаринда жүретін жануарларды осылай тамақтандыру. Вообще ойламаппын. Үш жақтасам түсіме кірмеген ғой. Жандары, болды. Жеңдер өздерің. Все, thank you. Қазір таңғы ас ішуге барамыз, в общем. Жігіттер, мынандар. Кәмпит шашу. Thank you, brother. Окей. Язакаллах. Ас болсын. Кәмпит қой. Кеше қонаққа барғанбыз, сарқыт қосылдым. Tuwakaribishwa Tanzania yetu, hakuna matata. Singikola, hakuna matata. Singikola, hakuna matata. Zamzam wala, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni nakaribishwa, sehemu yetu hakuna matata. Қалай кетіп жатыр? Таңғы астан кейін осындай би кетіп жатыр бізде. Мынау басқа өлең айтып жатыр. Үшеу, үш жақта жүр ғой. What is the name? Najwa Azal Karia ala Mayani Diamond Platinum mtoto mama Tamra Masai Mionge. Ya. В общем, мына жер потолок ұнады бізге. Мынау Дәулет деген бауырымыз. I'm Dawlet. Дәулет? Yes, my name Dawlet. Yeah, my name is Dawlet. Африка деген келуге тұрарлық жер екен. Иә, базар жоқ, алыс, бірақ көруге тұрарлық табиғаты бар. В общем, келуге лайықты жер екен. Біз бұрында ойлайтынбыз, виза керек, жұмысы көп, оның бару проблема деп. Ешқандай проблема жоқ. Билет аласыздар, страховка істетесіздер, болды. Бұл жаққа келіп визаны жасатасыздар. Түк қиындығы жоқ. Дәулет, давай. Мына жаман сықырады ғой. Good. 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 Hey. Teach me how to plug it. Hey. Біз қазір баратын арал өте қызықты жер. Бұрын сонда естіп көріп пе-едіңіздер? Түске дейін бар, түстен кейін жоқ. Иә, сіздер мені дұрыс түсіндіңіздер. Бұл сондай арал. Өзімізге де қызық болып тұр. Қазір көреміз. Біз Африканың Танзания мемлекетінің Занзибар деген аралына келдік. Бұл аралға жылына 1 миллионға жуық турист келеді. В общем, Танзания мемлекетінде қанша миллион адам бар? Танзанияда 65 миллион халық бар, ал біз тұратын қазіргі Занзибар аралында 1,5 миллион адам бар. Бізде теңге болса, бұл жақтың ақшасы танзаниялық шиллинг деп аталады.
көбінесе жейтіндері осындай море продукты. Бұл жақта 98% адамдар мұсылман. Осы Занзибарға келсеңіздер болады негізі. Өйткені осы жақта туристарға қауіпсіз. Себебі Африканың басқа жерлерінде именно ақ нәсілді адамдарға өкпе ренжіші бар. Оларға жаман көзбен қарайды, басқа бір нәрсе істеп кетуі мүмкін. Ал ең қауіпсізі, ең жақсы жері именно осы Занзибар, Аруша деген қалалары. Осы жерге келуге біз кеңес береміз. Мемлекет емес, автономия екен. ақш сияқты бар ғой, Америка сияқты. Занзибар өз алдына жеке президенті бар, жеке несі бар. Танзанияның президенті әйел адам екен. Еще ол мұсылман, именно осы Занзибар деген қаладан шыққан. Негізі мына Занзибар кішкене дикилау болған, бірақ қазірде туристерді жылы қабылдап, кәдімгі қонақжайлылықпен туристерге жақсы жағдай жасалған. Адамдармен қарым-қатынас жақсы, өте жақсы, күшті әдем жерлері бар екен. Әйтеуір келгелі бір жерде бір 2 күн қонбадық қой, күнде бір отельге ауысамыз ғой. Әр жерін көрейік деп сіздер үшін. Мына сумкалардың бәрін тасып, бүгін күшті күндердің бірі болды. Кезекті отелімізге қараңыздар. Қалай күшті ма? Жаман әдемі, жап-жасыл ғой. Міне осындай жігіттер көмектеседі, үшін. Мына жағы ұнап жатыр маған. Каталог, кинодағыдай ғой. В общем, мына жақта 3 бассейніміз бар екен. Ағаштардың бәрін қарасаңдаршы. Керемет. Үйлері де қызық екен. Мына жерде магазин бар. Мына ағаштың тамырын қараңдар. Кино болып тұр ма? Әр нәрсеге таңғала береміз ғой біз. Көрмегенбіз ғой біз ондайды. Байдың баласы емеспіз ғой біз. В общем, отелімізге жайғастық. Ауа райы өте керемет. Мынау отель қатты ұнады бізге ше. Келгелі вообще бір тұрақты бір отельде 1-2 күн қонбаппыз. Күнде бір отель ауысамыз. Ертең бұл отельден шығамыз да тағы бір отельге барамыз. Сонымен Алла қаласа елімізге қайтамыз. Оған дейін осы жердің обстановкасын көріңіздер. Өте керемет отель екен. Бізге ұнап жатыр. Жаздың бір айлы түнінде ғашық болдым мен саған. Жүрдім асығып кездесуге сағаттар санап. Еркіндікте Өмірімізде көрмеген жануарларды жаратылысты көруге баратыр. Эмоция деген потолок еще жаңбыр жауып жатыр. Түріміз неге көрінбей жатыр? Камера істемей қалды. Жаңбырдан телефонға түсіріп жатырмыз. Себебі бұланы айта алмаймын. Жаңбырдың астында қалдық ағайын. Йома, күн бұзылып жатыр. Камераның бәріне су тимеу үшін жауып жатырмыз. Сіздерге влог түсіру оңай емес, жаңбыр қатты құйып жатыр. Біз бара жатырмыз. Мен тоңып қалдым. Бәріміз сусымыз, заттарымыз бәрі су. Мына қайықтың іші де су. Мына арбуздар да су болып жатыр. Да тұзы көп қойы. Біз ғана барадық, бізде басқасын бәрі қайтып кетті. Біз до конца соны көреміз, еще сіздерге көрсетеміз деп жатыр. Қараңыздар, ауа райы бұзылып, қара бұлт төніп аспаннан. Йо-майы, сіздер үшін барлығы, сіздер үшін. Качество құртылып жатса мән бермеңіздер, себебі жаңбыр қатты. Сіздерге жұмбақ болсын. Өзімнің арманымды өмірімде бірінші рет көруге бара жатырмыз. Примерно түсініп тұрған шығарсыздар я қайда екен. Акуна Матата. В общем, ана жақта жаңбыр страшно қойды. Біз жаңбырдан құтылдық. Қазір көруге барадық. Сенбей жатырмын мен. Мен сразу жүзем бірге. Страх деген жоқ. Мұхиттың ортасына секіреміз қазір. Занзибар, Акуна Матата. Кет, секір. Алдымыздан шықты. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Subhanallah, nağarında Allah'ın yaratılışı. Hâzâ halqullah, faruni mâzâ halaqallazîne min dûni. الظالمون في ضلال مبين. يا الله سبحان الله. В общем, мына жердің суы бағанағы судай емес. Мына жердің суы өте қатты мөлдір, бірақ тұзды. Мұрынға, көзге, ауызға кірсе, прям айта алмаймын. Қазір қайттан аралға қайтып бір жерге барамыз. Қызық болайын деп тұр енді. Балықтары да өте әдемі екен.
Первое всегда топово. Солнце встает сегодня после 9. Alhamdulillah. Biz osmonda yerga keldik. Alhamdulillah. Sizlar da ko'ringizlar. Alemni aralangizlar, sayohatlangizlar. Deb ақшасы бар o'zi. Mınani ko'zlaringizdan ko'ru kerak. Afrika вообще biz o'ylagandan da keremet. Afrikada suv bor deb men o'ylamag'am. Kechirim so'rayman Afrikan bog'irlar. One party, wake up in a fucking Ferrari. Yo'qmi? Yutib, aytver, barib, ne oldu? Azan aytadın o. Allah avbaseke. Biz siz aytgan ostrovga keldik. Ya. Boş yer tatib olamiz mı degenek. Akam suv kichkina jaqin ortqa qaray tartasizlarmi? Alo. I know you like that, break my heart. I know you like that. Солнце встает сегодня после 9. Ты меня дома не жди, переночую. Жана қараңыздаршы, мына суреттердің барлығын өздері салады екен. Сосын өздері сатады. Негізі бір байқағаным, афроамерикандықтар реально талантты болады екен. Өте қатты. Любой жақтан. Просто жағдайлары қиындау енді. Біз неге көп жерге барып жатырмыз, чтобы сіздер бұйыртса келіп жатсаңыздар, алдағы уақытта. Осы блогтан көріп, осы жерге келе аласыздар. Біз қазір тасбақа көруге келдік. Жүр. Жай тасбақа емес. В общем, біз келдік, Аллаға шүкір. Қараңыздар, мына тасбақалар. Жаным. Планета, солнце не забудет, что ты сделала со мной. Незнакомые мне люди, танцы. В общем, былай келуге болады енді, прям вау деп айта алмаймын, жаңағы дельфиндар сияқты. Бірақ күшті. Бірақ мына үлкендері слишком қорқынышты екен, мына кішкентайлары татты да, мына үлкендері дәу. Мыналар бар ғой, опасный лау екен сен. Ауыр ма? Иә. Мына үлкен слишком ауыр екен. Мына қара. Қалай жейді қараш? Қолын тістесін салсаң шап тек. Чаман чапалақпен бір төрт. Солнце встает сегодня после 9. Ты меня дома не жди, переночую где-то. Отельге барып киімімізді тез ауыстырып қайда келдік деп ойлайсыздар. Алланың қалауымен біз бүгін Африкада 100 адамға, 100 балаға ауызашар берейін деп отырмыз. Бұл бірінші Алланың арқасы, екінші мынау қолдап жатқан сіздердің арқаларыңыз. Зиги-заги компаниясымен бірігіп отырып біз 100 оқушыға ауызашар берейін деп отырмыз. Балалар үйіне келдік қазір. Бұл жерде примерно 20 мұғалім бар. Қосқанда общий 120 адамға ауызашар береміз Алланың қалауымен. Енді зиги-заги өнімдерін барлығы мұн жаққа алып келу мүмкін емес. Бірақ мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Алла қаласа ниет қой бір андай бір өзіміздің отандық өнім бір осы шетелге шықсыншы, осы шетелдерде болсыншы. Бір шетелде жүрген кезде вау, зиги кола деп біз алсақ, мен мысалы сенемін. Ақи сенеді. Сіздер де сенсеңіздер, мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Басқалардың да екі аяғы, екі қолы бар. Олар да осыны істеді, біз неге істей алмаймыз? Неге біз өзіміздің отандық өнімді көтере алмаймыз? Сол сәт күйіндіреді да. Бірақ бізде мақсат бар. Сіздер мен біздер болып, біз бұның бәрін әлі істейміз. Бұның барлығы әлі есте болады. О, тамақтар кетті, жүр тасимыз. Өзімізде бір 2-3 бутылка зиги суымыз бар. Барлығына зәмзәм қосылған зиги суымыз ішкізгіміз келген біздің. My name is Ziggy Cola. Ziggy Cola. Ziggy Cola. Here's the sauce. Біз қазір Танзания мемлекетінің Занзибар деген аралындамыз. Енді былай айтқанда өте керемет жер. Бізге ұнады. Ешқандай жаман нәрсе айтуға хақымыз жоқ. Себебі әр жердің, әр елдің өзінің ерекшелігі мен салт дәстүрі болады. Бізді жаман немесе кемсітуге мүлде хақымыз жоқ. Біз кез келген елдің мәдениетін, салт дәстүрін, діндерін құрметтейміз. Біз ойлағанда енді Африкан адамдары прям андай кеше комментарий оқып жатсам біреу, байқамалар жек қоймасын, байқамалар бүйтіп кетпесін дейді. Құрметті оқырмандар, бұл ондай адамдар емес. Бұлар да біз сияқты адамдар. Бірақ олар қара нәсілді де болды, разница жоқ. Біз сияқты адамдар. Намаздарын оқиды, сабақтарын оқиды, жұмыстарын істейді. Мен бір байқағаным, бұлар өте қатты еңбек қой. Бізден де қатты еңбек қой. Таңғы сағат 6-дан мынандай баласынан мынандай шалына дейін жұмыс істейді ғой, білесіздер ма? Қарамайды. Күннің ыстығында оңай емес. Табиғаты қандай керемет. Сондықтан ел көріңдер, жер көріңдер. Сол кезде бәрін түсінесіңдер. Біздің айтқанымыз аздау шығар. Бірақ бұны көзбен көру керек ағайын. Зиги-заги, зиги кола, зиги су деп жатырмыз. Зиги чипсиміз шыққанын видеомыздан байқаған шығарсыздар. Бұған информация толық айтпадық.
нағыз эко чипсы. Зиги-заги всегда пайдалы өнімдер шығаруға тырысады. Осы чипсиді балаларыңызға беріңіздер. Ешқандай зиян жоқ, пайдалы, натуральный продукттан жасалған. Витаминдары бар. Мынау қазір алма дәмімен қазір бұйыртса ауызашарда балаларға беріп дәмін татқызамыз. Өле жегенше бөле же дейді ғой. Қазақстаннан алып келдік сол. Қазақтар вечно өз қазымызды, анау-мынауымызды бірге тасып жүреміз ғой. Сол енді өзіміздің отандық өнім зиги чайды да тасып жүрек бірге. Мынау зиги су, зиги-загидің литровыйлары шықты, если что, лимонадтары. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Alhamdulillah. Короче, тамақтары осылай, Аллаға шүкір, бұның өзі бұларға айына бір жейтін тамақ болып тұр ғой, қараңдар. Ойлаңдар, әшейін күріш и су. Қазақстанда біз қандай дастарханмен, қандай нәрселермен ауызашамыз, ал бұл үшін бұларға бір тойда жейтін тамақ қой. Аллаға сол үшін шүкіршілік етуді ұмытпаңдар. Бисмилля, ауызашарымыз басталды. Бұл жерде сіздердің де үлестеріңіз бар екен, ұмытпаңыздар. Сіз зиги-заги ішсеңіз, сіз көптеген жақсылыққа, көптеген игі істерге себепші боласыз. Бұны мен істеп жатқан жоқпын, бұны зиги-заги істеп жатқан жоқ, бұны Ахи істеп жатқан жоқ. Бұны біздің бірлік істеп жатыр. Алла қаласа осы өнімді әлемдік деңгейге жеткізу біздің мақсатымыз. Біз сенеміз. Сондықтан сіздер де сеніңіздер. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Ауыздарыңызды зиги сумен, зиги-загидің өнімдерімен ашуды ұмытпаңыздар. Себебі ораза айына орай зиги-загидің барлық өнімдеріне зәмзәм суы қосылады. Ал зиги суымызға үнемі қосылатын болады. Осыны біліп жүріңіздер. Ас болсын, балақайлар. Жандарым сол. Аллаға сансыз шүкір. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Біз сіздерді жақсы көреміз. Бұл әлі бастамасы. Бұдан да көп жақсылық жасай берейік. Себебі адамның адамгершілігі ол басқа адамға жасаған жақсылықта. Бір-бірімізге үнемі жақсылық жасап, біреудің саған зиян тиіп жатса да жақсылығыңды беруге тырыс. Аман болыңдар. Өзіміз жейміз ба кішкене? Мен, йоу, окей? Тамақ ішіп болды, тәтті мәттілеріміз бар еді, тарататын, азын аулақ. Сон берейік. Миссиямыз Аллаға шүкір бітті. Ертең елге қайтамыз. Қайтайық енді, кет. Видео ұнағатса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Бізде тек қана пайдалы контент, қызықты, күлкілі. Өмірді осылай сүрейік ағайын. Ойнап, күліп, бірлікте. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Какуна? Zigi-zaga. So this is my first time to try this, yeah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wow. Very nice. Krasavchik, mashallah. Congratulations from Zanzibar. Thank you so much. Kazakh, African, Portugal. Аман есен Занзибардан Дар-эс-Саламға келдік. Бұл жақтан енді біз Алла қаласа Дубайға ұшамыз, Дубайдан Қазақстанға ұшатын боламыз. Алда бізді сәл ұзақ жол күтіп тұр. Сіздерге Африкада түсірген влогымыз ұнаса, лайк басып каналға тіркеліңдер. Комментарияға келесі қай елге барайық, соны жазып кетіңіздер. Сіздерге біздің влогымыз ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған мен Олжасхан. Аман саулықта жүздескенше барлықтарыңызды жақсы көремін.